жақсын оқтамаған, жайсаңын мадақтамаған өз несібесін тепкенмен бірдей дейді ғой. Әбекеңнің сөзі ғой. Енді біз мына Марат ағамыздан осы Бекет атамыз туралы, оның алған білім бағдарламасы туралы сұрап өтсек. Марат аға, осыдан 15 жыл бұрын Хиуа шаһарына сапарыңыз болған еді. Ондағы мақсат осы Бекет атамыздың оқу бағдарламасын табу, елге мұрағат алып келу. Қорытындысымен бөліссеңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. 2010 жылы Бекет атамыздың 260 жылдығын халықаралық деңгейде тойлау міндеті тұрды, облыс басшыларының республикалық деңгейде. Сосын сол кездегі әкіміміз, облыстың басшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаев мені шақырып, енді осындай үлкен іс-шара өткіземіз деп жатырмыз. Конференция өтеді халықаралық деңгейде, түрік мемлекетінен, Мысыр мемлекетінен, басқа да елдерден көптеген адамдар шақырып отырмыз баяндама жасауға конференцияда. Валерия Порохова Құранды аударған келеді деді. Сосын енді біз конференция жасаған кезде не айтамыз? Енді аңыздарға сүйеніп әңгіме айта бергеннен көрі, бұл бір ғылыми деректер керек бізге. Енді Бекет атаның жаңағы аңыздардағы жасаған қасиеттерін айтумен ғана шектелмейік. Ол қандай ғылымды пайдалану арқылы сол деңгейге жетті, қайда оқыды, қандай пәндерде білім алды деген үлкен мәселе тұр алдымызда. Соған байланысты сен Хиуа, Бекет ата білім алған Хиуа қаласына барып, архивке еніп, сол деректерді іздесең, сол деректер тауып әкелсең деген маған тапсырма болды. Содан тамыз айында 2013 жылдың мен Хиуа сапарына жол тарттым. Сол жерде 21 күн Хиуа қаласының архивінде отырдым. Хиуа қаласы болғанда Бекет атамыз білім алған оқу орны бұл Хиуа қаласындағы Шерғазы хан медресесі. Жалпы Хиуа деген өте ескі қала, бұрынғы Хорезм шахтың орталығы, Хорезм мемлекетінің орталығы. Енді ол кезінде біздің осы Адай уезі сол Хорезм шахына, Хорезм хандарына бағынышты болған тарихтан белгілі. Сосын сол жерге барғаннан кейін, енді мен бұрыннан да Хиуаға барып жүретінмін. Сол жерде бір ғалым достарым бар, ортақ. Атап айтатын болсақ, ол жерде 1000 жылдық тарихы бар, баяғы негізін Әбу Али ибн Синалар салған Мамун академиясы деген үлкен ғылыми академия бар. Сол жердің жаңағы қызметкері, ғылыми қызметкері Абдулла Аман Расулов дейтін өзбек ғалымы бар. Сосын Шерғазы хан, жалпы мына Ичан қала деп аталады ескі Хиуаның атын. Ішкері қала деген сөз ғой. Бұрын өзбектер, сол Хорезм жұрты, сол бұрынғы ескі Хиуаны қаз қалпында қалдырғанда, тиіспей ішіндегі мешіт, медресесімен, ғимараттарымен сол күйінде жаңа Хиуаны сырттан салған. Ал анау қазір мемориалдық комплекс ретінде әлі сол күйінде тұр. Әлемнен миллиондаған туристер келеді. Сол Ичан қаланың ішінде орналасқан Шерғазы хан дейтін медресе бар. Жалпы Хиуаның көптеген хандары, әр хан Хиуаға хан болған. Өз тұсында, өз атына бір мешіт, бір медресе салуды дәстүрге айналдырған. Және сол мешіт пен сол медресе сол ханның атымен аталады. Енді көптеген хандар болған ғой енді Хиуада. Сол біздің Шерғазы хан тұсында салынған медреседе біздің Бекет атамыз білім алған. Сол жерде Кәмілжан Құдайбергенов дейтін үлкен ғалым бар. Сол ғалыммен, Абдулла Аман Расуловпен кеңесе отырып, мен архивке жол таптым. Сол ескі Хиуаның архивінде 21 күн отырыппын. Сол жерде көптеген құжаттарды көтеріп отырдық. Тынбай еңбек еттік, былай айтқанда. Сол жерден бірқатар деректерді таптық. Атап айтатын болсақ, мысалға, Бекет ата жалпы медресе 7 жылдық. 7 жылдық. Ол 7 жылдық медреседе 3 сатымен білім беріледі. 3 саты. Бірінші саты адно деп аталады. Енді арабтың сөзі бәрі де. Ол бірінші сатыда
мына Құранның әліпбиі, алфавит былай айтқанда, харпты тану, сосын Құранның тағылымы жалпы, содан кейін тажуид деп аталады, мына кіші ереже. Құранға түсудің жалпы араб тілінің мына сөздік ережесі. Содан кейін хафтиех деп аталады. Хафтиех деген Құранның соңғы 25 сүресін хафтиех деп атайды. Біздің жаңа аталарымыз әдебиеттерде әптиек бітірген деп көп естіледі, соны оқытады. Сосын екінші сатыға өтеді шәкірт. Ол афсат деп аталады. Ол афсат дейтін сатыда шәкірттер муфрадатты бастайды. Яғни ол біздің тілмен айтқанда каллиграфия, көркемдеп жазу. Содан кейін жалпы араб тілінің грамматикасы екіге бөлінеді. Сөзді зерттеу, сөйлемді зерттеу. Сөзді зерттейтін ілімді сарф деп атайды, арабша. Сөйлемді зерттейтін грамматикалық ілімді нахв деп атайды. Міне осы екі пән оқытылады, ол үлкен ғылым. Сосын үшінші сатыға өтеді шәкірт. Ол ағло деп аталады. Ол жерде, ол сатыда шәкірттер чар кітап деп атайды, яғни фиқх мәселелері. Фиқх деп отырғанымыз бұл шариғаттағы заң нормалары. Біздің тілмен айтқанда юриспруденция. Содан кейін біздің шығыстың жұлдыздары, өздеріңіз білесіздер, Фердауси болсын, Сағди болсын, Джалаладдин Руми, Маулана, Сопаллар болсын, мына шариғаттың жалпы руханияттың ілімін өлеңменен, поэзия тілімен сөйлеткен ғой. Ол үлкен философиялық мәнге ие нелер. Соның ішінде сол сатыда Софаллардың, Хожа Хафиздің ілімдері оқытылған. Рубағилар ғой енді. Рубағи деген 4 жолдан келетін өлең. Румидікі 2 жол болғасын, оны Мәсінәуи дейді, 2 жол. Сондай өздеріне үрдіс қалыптастырған. Содан кейін Шарх-Молла дейтін ілімді оқыған. Шарх-Молла деген жаңағы біз айтып отқан фихтың тереңдетілген түрі. Шарх-Молла, Мұхтасар, Хидая дейтін үлкен ілімдер бар сол медреселерде. Ол біздің мынау тіршіліктегі, тіршілік ететін діндегі тек құлшылық нормалары ғана емес. Біздің жалпы адамзаттың тіршілігі бар, кәдімгі. Сауда жасайсың ба, ұйықтайсың ба, тамақ жейсің ба, тағысын тағы. Кез келген тіршілігіміз біздің соның барлығын шариғаттың қалыбына, нормасына салып берген ілім, тереңдетіліп оқытылады. Содан кейін ең үлкен ілім бұл Шарх Ақаид дейтін ілім оқытылады. Ол дегеніміз не? Шарх Ақаид деген жалпы Ақаид дейтін ілім бұл көзқарас ілімі, сенім ілімі. Мына дінге деген, дүниеге деген көзқарасты реттейтін, сенімді реттейтін, логиканы реттейтін ілімді Ақаид деп атайды. Ол ілімді бітірген адамды шәкіртті Ақаид хан дейді мысалға. Содан кейін тафсири Құран. Тафсир дегеніміз толкование, орысша айтқанда, қазақша айтқанда жан-жақты талдау. Құранның бұл сөзбе-сөз аудармасы емес, мағынасы кең көлемдегі. Ол мысалы бір аяттың не үшін келгендігі, қай уақытта келгендігі, кімдерге келгендігі, қандай ситуацияда келгендігі. Бұл нені меңзейді, соны ағашып зерделейтін ілімді тафсири Құран дейді. Міне осы ілімдерді алады соңғы 3-ші сатыда. Содан кейін осы 3 сатыны бітіргеннен кейін шәкірттер мамандандырылады. Белгілі бір салаға қарай ауысады. Мысалы, медициналық университетке түсетін болсаңыз, жалпы медицинаны оқытып келеді, 5-ші ме, 6-ші курста ма уже терапевт, хирург болып әртүрлі өзінің саласына кетеді ғой. Сол сияқты 4-ші сол 3 сатыдан өткеннен кейін оқитын таң ілімдері уже риазат дейді, математика ғылымдары, алгебра. Енді алгебраның сірә шығу тарихы әл-Джибраның нелері ғой, әл-Харизмилердің. Содан кейін хандаса деп атайды, ол геометрия біздің. Содан кейін тибиот. Тибиот дегеніміз медицина. Содан кейін жағраф дейді, география. Сосын тағы да фихты тереңдетіп оқытатын, кәдімгі бұл кезіндегі біздің қази дейміз ғой, мысалға. Үлкен мемлекеттерде қази болады, үлкен қалаларда қази болады. Ол қазіргі судьялардың қызметін атқарған соттар ғой, былай қарағанда. Міне сол салаларды таңдайды.
Міне Бекет атамыз осылардың бәрінің ілімін алған адам. Басы аяғы қанша жыл? 7 жылда осы ілімдерді алып шығу керек. Сосын уақыфнама дейтін мәселе бар. Уақыфнама деген бұл жалпы сол медресенің ережелері, тәртіптері. Медреседе адамға, шәкіртке қанша шәкіртақы тиесілі, жатақханасы бар. Мысалға, ол медресенің орналасуының өзі қызық, үлкен бір шеңбер болып орналасқан. Ортасында хауыз болады, біздше фонтан. Сол хауызға кешке шәкірттер жиналып, хауыздың басында өздері отырып алған ілімдерін талқылап, баяғы шығыс әдебиетіндегі, ертегілердегі тура сол бейне ғой енді. Сол жерде әркім, әр шәкіртке тиесілі бөлме бар, бір шәкіртке қанша шаршы метр бөлме тиесілі, қанша шәкіртақы тиесілі. Мутауали дейді, медресенің жаңағы шаруашылығын жүргізетін басшыны мутауали деп айтады. Сол мутауалидің жалақысы қанша, оның жауапкершіліктері, жаңағы должностной инструкция дейміз ғой біздер. Солардың барлығы егжей-тегжейлі уақыфнамада жазылған, және ол уақыфнама медресенің маңдайшасында ілініп тұрады. Қанша сабақты жіберіп алғанда шәкірт отчислениеге кететініне дейін Жазалаудың да әдістері бар. Әдістері барлығы жазылған. Сосын жалпы Шерғазы хан медресесін Маскани Фазилан деп атаған. Яғни ғалымдар үйі деп атаған. Жалпы өзі ерекшелігі бар сол Шерғазы хан медресесінің. Ол медреседе мысалға көптеген белгілі әлемге танымал тұлғалар білім алған. Оның атап айтатын болсақ, біреуі түркменнің атақты шайыры Мақтұмқұлы Пыраға білім алған сол медреседе. Ажнияз дейтін Қарақалпақтың үлкен Абай, біздің Абайымыз секілді ойшылы бар, сол да сол жерде білім алған. Міне Бекет атамыз сол жерде білім алған. Бұл енді менің айтып отырғаным. Бұл осы деректерді таптық қой енді. Менің айтып отырғаным, Бекет атамыз тек бұл кітаби ілімнен бөлек сопылық ілімді, жаңа ағамыз айтып өткендей, Бақыржан Қожа деген сол Хиуаның қасында Қоскөпір дейтін ауданның Ғазауат дейтін ауылында өмір сүрген. Сол біздің Бекет атамыздың руханияттағы ұстазы болған. Қазақша айтқанда пірі болған. Мына кітаби ілімнің алғаннан кейін оны қолданысқа асыру үшін адамға үлкен рухани күш керек. Сол рухани күшті жүзеге асыратын бұл сопылық ілім. Сопылық ілімнің руханиятың күшті болмаса, мен айтып отқан сонша пәннің бәрін жүзеге асыру әсте мүмкін емес. Сол үдеден шығу, соның бәрін арқалап жүру үшін жаңағыдай күш керек. Сосын сол ұстаздың рухани тәрбиесінде бола жүріп, осындай кітаби білімін қатар алып жүріп, үлкен рухани деңгейге жеткен Бекет атамыз. Бекет атаның ғылыми жолына келетін болсақ. Енді сонымен қатар, сол Хиуа архивінде мен бұлай енді айтып кетер едім, біздің кезіндегі билеріміз дауға барған, переговорға барған, осы қазақтың белгілі билері, мына Табыны руының, Байбақты руының, Әлім руының, өзіміздің Адай руының, мына Байұлының басқа да руларының көптеген билерінің барған кездегі переговорлардың, процестердің протоколдары, хаттамалары таптық. Ағылшын фотографтары түсірген сол кездегі олардың фотосуреттеріне дейін тауып белгі алып келген жағдай бар, мысалға. Сосын сол медреселерде сабақ берген қазақ мұғалімдердің тізімдерін таптық, ұстаздардың. Бұл міне өте ғажайып дүние, өйткені біздің өзіміздің қазақ бауырларымыз, аталарымыз сол Хиуа медресесінде көптеген біздің қандастарымыз ұстаздық қызмет атқарған. Ал медресеге ұстаз болу деген ол уақытта үлкен саты, үлкен дәреже, үлкен мәртебе. Оған кез келген адам жете алмайды. Мысалға айтайық, Құттымұрат Инақ деген хан салдырған медреседе Молда Аманияз дейтін қазақ, Аманқұл деген, Мұхаммед Юсуп деген, Абдулла, Нұрулла деген ұстаздар сабақ беріпті. Аллақұл хан медресесінде, Аллақұл хан біздің енді тарихымызға көп байланысты, кеше сүйін қаралармен болатын жағдайдың бәрінде сол Аллақұл хан билік етіп тұрған дәуір. Сол Аллақұл хан медресесінде мысалға дамуллалар, Нұраддин Дамулла деген ерекше үлкен білімді ұстаз деген сөз. Нұраддин Дамулла, Ес Мұхамбет Дамулла, Мұхамбет Нәби Дамулла деген сияқты. Арабхан медресесінде Дамулла қазақ дейді. Мұхаммед Әмин медресесінде Дамулла Мұхаммед Сапа қазақлы деп жазып қойған мысалға. Нұрлыбай медресесінде Дамулла қазақ,
Мұса Төре медресесінде Молла Ахмет Қазақ, Абдулла хан медресесінде Дамулла Қазақ Мұхаммед. Ұлтымен бірге жазылған. Ұлтымен артына қазақ немесе қазақылы деп солай тіркеген. Міне осындай үлкен құжаттарды тауып елге алып келдік. Сол елге алып келген материалдардың негізінде конференцияға ақпараттар дайындалды. Қазіргі енді мына Бекет атамыздың басына зиярат етіп баратын болсаңыз, сол үлкен залда 7 үлкен жаңағы баннер дейміз ғой, ілулі тұр. Сол кезде жазылған ақпараттар сол кездегі менің Хиуадан әкелген ақпараттарым болатын. Енді бұл онымен ғана біз енді әрине уақытымыз тығыз болды. Конференцияның қарсаңында барғандықтан, бірақ жалпы Бекет ата туралы Ташкентте жарық көрген Тазкерай Мұхаммед Бахир дейтін үлкен еңбек бар. Жалпы бұл еңбектің аты Тазкерай Мұхаммед Бахир деген, бұл әулиелер, әулие абыз ғалымдар энциклопедиясы. Соның 168 бетінде Бекет атамыз туралы жазылған. Ол жерде мысалға Бекет алейхи рахма деп жазады, яғни оған Алланың рахметі болсын, Бекет деп жазады. Ол сондай өте жас күнінен білімге ден қойып, өте жастайынан үлкен кісілер секілді өзін ұстайтын ғалымдар секілді. Оның руханияттағы үлесі үлкен, тақуалықтағы ерекшелігі үлкен. Ол сондай аманатты, сопылық ілімде аманат дейтін бар, оны силсила деп атайды. Келесі сол рухани ілімді кейінге жалғастырушы адам. Мысалға бір пір жұмысын жүргізіп отырады да, ол дүние салатын уақытта сол соншама шәкіртінің ішінен біреуін таңдайды өзі. Ол өзі таңдамайды, жалпы діни сопылықтың философиясында ол өзінің алдыңғы пірлердің, оны пайғамбардан бастап келе жатқан солармен руханиятпен ақылдасып шешілетін дүние деп айтылады. Сол аманатты алған адам ретінде пір екендігі анық жазылады. Міне сол сияқты жалпы зерттеуді әлі де қажет етеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің мына өзіміздің қолжетімді жердегі Ташкент, Хиуадағы мәліметтер менің айтып отырған. Ал енді жалпы үлкен мұсылманның орталықтары, Мысыр болсын, Бағдат шаһарларында болсын. Мысалға, мына өзіміздің іргедегі Қазан қаласында болсын, архивтерде қарасаң, осы Бекет ата туралы мәліметтердің кезігетіне менің күмәнім жоқ. Бұл әлдеге зерттеуді қажет ететін тұлға. Сол себептен Бекет атамыз бұл осындай ғылымдарды, кітаби ілімді руханиятпен ұштастырған кезде барып, жаңа Абай айтпақшы, Абай атамыз айтқан, кәміл адам деңгейіне жеткен үлкен хаким, әулие, абыз адам. Жақсы. Рахмет, құнды деректеріңізге. Мына қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Бүгінгі тақырыбымыз ел иесі, жер киесі деп алған болатынбыз. Егер де қандай да биыл енді 275 жыл Бекет атамыздың туғаны деп айтып жатырмыз, мерейтойлар, іс-шаралар өткізетіні хақ қой. Соған орай ұсыныс тілектеріңіз болатын болса, мархабат, келген мамандар бар. Көкейде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, қойыңыздар. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан. Мен осы орайда бір нәрсені айта кетсем ба деймін, енді көрермендер телефон шалғанша. Жалпы біз енді мына 275 жылдығы Бекет атаның деп айтып жатырмыз. Енді ол атаулы дата, жалпы ұрпақ үшін керек дүние. Атаны ұлықтау әрдайым осындай даталарға байланысты ұрпақ жүзеге асырып соны еске алып отырады. Енді осы орайда Бекет атаның жалпы ілім алуына бағыт берген Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың шәкірті, арнайы Маңғыстауға жүрген Шопан атаны ұмытпау керек деп ойлаймын. Себебі ол кісінің өзі өсиет айтып кеткен ғой, Бекет атамыздың өзі. Маған келерде міндетті түрде Шопан атаға соғыңдар деп. Біз енді ол дәстүрді бұзбай ұрпақ келе жатыр. Бірақ енді сол Бекет атаның бір даталы осындай атаулы күндерінде, кездерінде Бекет атамызды ұлықтаған кезде Шопан атаны да бірге айтып жүрсек, бірге ұлықтап жүрсек, мысалы ас беретін болсақ, садақа беретін болсақ, Құран оқытатын болсақ та, Шопан атаны бірге атап жүрсек деген. Бұл енді жалғыз менің ұсынысым емес, осы өңірдегі көзі қарақты руханият жанашыры болып жүрген азаматтардың аманаты деп айтсақ болады. Өте жақсы.